Ол өнерлі отбасында дүниеге келді. Әкесінің беделінің арқасында кішкентайынан не ішемін, не киемін деген жоқ, еркелеп өсті. Білдей бір өнер ордасына оқуға түсті. Сол оқу орнында Алмаспен танысты. Тобындағы ең сырбаз, сүйкімді жігіт бұның назарына бірден ілікті. Оның да әкесі өнерден құралақан азамат емес екен. Соны ойлағанда Айнұрдың Алмасқа деген сезімі өрши түскендей болған. Сүйіспеншіліктері сондай, басқалары олардың махаббатына қызыға қарайтын. 2 жылдай дос болып жүріп, бірінің сырына екіншісі қаныққандай еді. Бірақ Алмас әскерге барамын дегенде, Айнұр бұлқан-талқан болғанда жігіт жағасын ұстады. Бармай қалудың талай жолын ұсынды. Екеуінің өмірге деген көзқарастары екі түрлі екендіктері дәл сол жолы алғаш рет байқалып қалған. Десе де, Алмас Айнұрдың бұл қылығын еркелікке балаған. Әскерге шығарып салу кешінде Алмас Айнұрды інісімен таныстырды. Оның да сол оқу орнына биыл түскенін айтып, көз қырын сала жүретінін жеткізді. Інісі Алмаста емес, әзілқой болып шықты. Сөзін майын тамызып, жеңгелеп, ас түсіне түскенде Айнұрдың есі кетті. Екеуінің тез тіл табысып кеткеніне мәз болған Алмас әскерге аттанып кеткен. Сол күннен кейін Айнұр мен Алматтың махаббаты басталды. Ағасын жоқтатпаймын деген сылтаумен Айнұрдың қасынан жиі табылатынын байқағандар сөзбен қағыта бастады. Басында қатарластары бұл қарым-қатынасты тек сыйластық деп жүрген, бірақ бұл екеудің жүрісінен секем алғандар ақыры шындықтың бетін ашты. Енді Айнұр өзінен 2 жас кіші Алматпен ара қатынасын жасырып жабудың қажеті жоқ деп шешті. Бұл уақытта сезімге еліткен Айнұр жеңгелеп жүрген болашақ қайнысымен бір төсекте бастары қосылып үлгерген еді. Екеуі де Алмастың қайтып ораларын ескермеді. Айнұр өзі жас, ағасынан гөрі пысықтау Алматтың құшағынан табылғанына дән риза болатын. Іштей осыған тұрмысқа шығамын деп шешіп те қойған. Бірақ әскери борышын өтеп қайтқан Алмас оқуға оралғанда бәрі қалпына түскендейтін. Айнұрдың бұрынғыдан да құлпыра түскеніне тамсанған Алмас оның бойындағы өзгерісті байқамады. Бүгінде махаббаттың жоқтығы, сенім мен сезімнің айырмасы турасында айтқандарына да мән беріп жатпады. Алмат та, Айнұр да араларындағы байланыс туралы ештеңе айта алмаған. Есесіне араға ай салып, ұзынқұлақтан Алмастың өзі естті. Бұлқан-талқан болып келіп інісінің жағасына жармасты. Ол, қыз қарсы болмай тұрса, менің кінәм не деп ақталған болды. Ал Айнұр, мен сені емес, оны сүйемін деп жүрегіне жара салды. Төбесінен жай түскенде есеңгіреген Алмас жолында кездескен қыз атаулыға қырғидай тиетін әдет тапты. Осылайша Айнұрға деген сағыныш сезімінің күл паршасын шығарғысы келгендей. Ал Айнұр Алматқа келіп болған жайды баяндап берді. Екеуміздің бірге болуымызға енді ешкім қарсы емес деп мойнына асылған. Бірақ Алмат оған еліте қоймады, басын ала қашты. Айнұрдың өзін кінәлап, мазасын алмауын өтінді. Бұл қатынас осымен аяқталар ма еді? Араға апта салып, өзінің жүкті екендігіне көзі жеткен Айнұр Алматты тағы мазалады. Бұл жолы жоспары іске асады деп ойлаған. Өмірдің қым-қиғаш сәйкестігі ме, Алмат үйленейін деп жатқанын жеткізді. Айнұрдан бөлек өзі қатарлас тағы бір қызбен жүрген екен, оның да аяғы ауыр. Әке-шешелері хабардар болып, кеше ғана сөз байласып кетіпті. Сол сенбіде ойнақтап жүрген Алматқа да тұсау салынып үйлі болды. Ал бір үйдің 2 баласының құшағына кезек-кезек құлап жүріп, Айнұр жалғыз қалды. Жоқ, жалғыз емес, қызымен. 7 айдан соң қыз босанған. Некесіз бала туды деген ел сөзінен қашып, әке-шешесі академиялық демалыс алып, Айнұрды Астанаға аттандырған.
сол жақта босанған. Кейіннен немерелерінің кімнің тұқымы екенін есіткенде әкесі талып қала жаздады. Сәлемі түзу қос өнер иесі енді кездескен жерде танымастай кейіп танытатын болған. Ал бола алмай кеткен құдасы болса, бұның немересімен түйдей құрдас немересінің қылығын айтып мәз болып отырғаны. Иә, Алматтың келіншегі де Айнұр босанған перзентханада тура 10 күннен соң босанған еді.